Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда осындай өте дәмді және дастарханның сәнін алатын, тауық етінен дайындалатын рулет. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы оңай және тез. Ол үшін бізге қажет болады 150 грамм осындай сыр. Бұндай сырдың кез келген түрін алсаңыз болады, бұл менде сметанник. Үлкен теркадан өткіздім. Енді 3 жұмыртқаны, аз ғана тұзды, және де 1 шай қасық куркуманы, сырды, 250 грамм қаймақ, менде ол 20%, жақсылап араластырамыз. Енді пергаментті қағазға жақсылап жайып, тік төртбұрыш жасаймыз рулетті орау үшін. градусқа 10-15 минутта пісіріп аламын. Ол уақытқа дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін маған 1 пияз және де тауық еті қажет болады. Бұл менде филе. Мен блендерден өткізе саламын. Егерде жоқ болған жағдайда ұсақтап турасаңыз болады, болмаса мясорубкадан өткізсеңіз де болады. Пияз бен тауық етін блендерден өткіздім, ол өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Оған 1 қасық қара бұрыш және жарты қасық қызыл бұрыш және де кептірілген укроп салдым және де тұз салдым. Жақсылап араластырамыз. Тұзын енді дәміне қарай саларсыз. Ол уақытқа дейін біздің сыртындағы рулетіміз дайын болды. Енді осыған тауық етін жағып шығамын. Жұқа қылып жағу қажет. Кейін фольгаға оны ораймыз да 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Бұл жерде бізде пісетін тек қана тауық еті. Ол толық піскеннен кейін фольганы алып тастап, суытып алу қажет. Себебі фольга оның ыстығын жібермей ұстап тұрады. Сыртындағын алып тастаймыз. Енді көріп тұрғандай түсі өте әдемі, дәмі де өте керемет. Дастарханның сәнін алады. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.